Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер ме, балалар? Сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп, рухымызды арттырып алайық. Ол үшін сіздерге сөйлемді аяқта айтарын ұсынамын. Мына жерде бірнеше сөйлемнің басы берілген. Қалаған ұяшықты таңдап, сөйлемді өз ойларыңызбен жалғастырыңыздар. Сәттілік тілеймін. Тақтаға кім шыққысы келеді? Мәдина келе ғой. Мен елімді мақтанамын, өйткені мен өз елімді қатты жақсы көремін. Жақсы. Отан үшін жасаған мен отан үшін өз адал еңбек ету және де білім алып, оны елдің дамуына жұмсауға келеді. Жақсы. Қазақстанның ең әдемі жері. Қазақстанның ең әдемі жері ол Бурабай, себебі Қазақстанның Швейцариясы деді. Тамаша. Елімнің болашағы жақын, себебі біз сияқты өте дарынды оқушылар бізде өте көп. Жақсы, тамаша. Жарайсыздар балалар, жоғары деңгейде жауап бергендеріңіз үшін өздеріңізді шапалақтау арқылы мадақтап қойыңыздар. Ал кеттік қол шапалақтап. Балалар, осындай көңіл күйде сабағымызды бастаймыз. Жақсы оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын ең алдымен топқа бөлініп алайық. Балалар кезекпен шығып, асықты таңдаймыз. Асықтың артында бірінші топ, екінші топ деп жазып тұратын болады. Бірінші топ таңдаған балалар тіл қазынасы тобында, ал екінші топтағы балалар тіл тұғыры тобында жұмыс жасайтын болады. Жақсы оқушылар келіп шығып, асықты таңдайық. Екінші топ орналасамыз. Бірінші топ айтылған зия болды. Бірінші топ. Келесі, өтейбай. Екінші топ. Жазу. Бірінші топ. Бірінші топ. Темірман. Бірінші топ. Екінші топ. Бірінші топ. Жақсы балалар, біз топқа бөлініп алдық. Енді бағалау бізде 10 балдық жүйемен бағаланатын болады. Әр тапсырманы орындаған соң 2 балдық жүйемен өздеріңіз белгілеп отырасыздар. Өтілген тақырыптарды есімізге түсіріп алу үшін WordWall қосымшасы арқылы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Кім шығады? Еркетай келіп қойыңыз. Бастауыш дегеніміз не? Бастауыш дегеніміз баяндауыштың қимылсыз әрекеттің иесі. Жақсы. Келесі. Сөйлем дегеніміз не? Сөйлем ол бір тиянақты ойды білдіретін сөйлем мүшелерден құралатын Сөздер болу, сөздер болу. Жақсы. Келесі. Сөйлем мүшелері нешеге бөлінеді? Сөйлем мүшелері 2-ге бөлінеді, тұлғалы және тұлғасыз. Жақсы. Келесі. Сөйлем неден құралады? Сөйлем бізде тұлғалы және тұлғасыз мүшелерден құралады. Жақсы. Келесі. Біздің тақырыбын болжау үшін балалар біз тақтадағы суреттерге назар аударайық. Тақтада қандай суреттер бейнеленген? Бұл тақтада ақ барасын сурет берілген. Жақсы. Тағы да қандай суреттер көріп тұрмыз? жаңағы қызылда, Қазақстан қызылда. Жақсы. Тағы салдарлар суреті. Жақсы. Енді қалай ойлайсыздар балалар? Бұл суреттер біздің тақырыпқа, суреттердің біздің тақырыпқа қандай қатысы бар деп ойлайсыз? Бұл суретте бізде Қазақстанның қызыл кітабы көрсетіліп тұр. Яғни осы берілген суреттерде жануарлар, яғни жоғалып бара жатқан түрлері осы қызыл кітапқа енгізілетін болады. Жақсы, яғни біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы жойылып бара жатқан
жануарлар мен өсімдіктер. Енді біздің бүгінгі сабағымызда біз әртүрлі тақырыптағы ғылыми, публицистикалық тақырыптағы мәтіндердің тақырыбын, олардың құрылымын, түрлерін анықтайтын боламыз. Және де тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелердің сөйлем құрастырудағы орнын талдап, оларды үйренетін боламыз. Балалар, енді бейнежазбаға назар аударайық. Ақбөкен, бабаларымыздың ұрпағына аманат етіп қалдырған дархан даласының киесі ғана емес, сақтаушысы әрі түлетушісі. Халықаралық табиғат қорғау ұйымдары киіктің жоғалып кету қаупі жөнінде бірінші болып дабыл қаға бастады. Халықаралық табиғат қорғау одағы 1996 жылы бұл түрді сирек кездесетін және құрып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер тізіміне енгізсе, 2001 жылы Ресей мен Қазақстан киіктердің мүйізін импорттауға тыйым салуды ұсынды. 2004 жылы жердегі биоалуантүрлілікті сақтап қалу мәселелерінің ішіндегі ең маңыздысы осы киік мәселесі деп жарияланды. Жақсы оқушылар, енді екінші бейнежазбаны көрсетеміз. Алтайдың норасы өте бай. Тау жартастары мен ну орманда қына, саңырау құлақ сияқты өсімдіктердің 2000-нан астам түрі өседі. Шөптесін өсімдіктерден Алтай жерайдары, Сібір ұшырмауға, тәтті жапырақты таспа, Алтай қоңыраты жиі кездеседі. Қазақстанның қызыл кітабына енген қар дәбаяғы, Алтай рауғашы, Алтай суық шөбі, дала шолығы, марал түбірігі, осылардың бәрі тек Қатон-Қарағай өңірінде өсетін ең байлық. Бұталардың 50-ден астам түрі, оның ішінде таң орай, қарақат, итмұрын, тобылғы кездеседі. Ұлттық саябақ маманы Раушан Қырбаеваның айтуынша, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заңға сәйкес, Қатон-Қарағай ұлттық саябағы аумағында дәрілік шөптерді өндірістік мақсатта даярлауға рұқсат жоқ. Аталған заңнама арқылы табиғи саябақ аумағындағы қызыл кітапқа енген 35-ден астам дәрілік шөпті сақтауға жағдай жасалып отырғанын да ұмытпаған жөн. Жақсы оқушылар, енді мынандай сұрақтарға жауап берейікші. Не себептен қазақ халқы киікті киелі санайды? Себебі қазақ халқы үшін осы киік орталық символ саналады, себебі кең далада өмір сүреді. Және осы киік ол көптеген жылдарда аңсада кездесетін осы дала символ саналады. Жақсы, осы мәтіндердің көркемдік мәнін ашатын сөйлемдерді мәтінден оқып берейікші қазір. Ақбөкен бабаларымыздың ақ найзасының ұшымен, ақ білектің күшімен сақтап, ұрпағына аманат етіп қалдырған дархан даласының киесі ғана емес, сақтаушысы әрі тұлатушысы. Жақсы. Яғни біз нені аңғардық балалар? Сөйлемде көркемдеуіш сөздер көп екен, көркемдеуіш құралдар бар екен. Жақсы. Енді біз жаңа балалар екі мәтінді тыңдадық, осы мәтіндердің стилін анықтайықшы, қандай стилге жатады? Бірінші мәтін қандай стилге жатады, екінші мәтін қандай стилге жатады? Бірінші мәтін бізде публицистикалық стилге жатады. Себебі? Себебі бұл мәтін бізде егеменді Қазақстан деген газеттен шығарылған. Алынған. Жақсы. Тағы да екінші мәтінді қандай стилге жатқызамыз? Екіншіміздің ғылыми стиль себебі нәтижеде ғылыми ақпараттар көп берілген. Ғылыми ақпараттар, терең сөздер бар екен. Біз қазір баяндауыш деген тақырыптың жасалу жағын, құрылысын және баяндауыш бола алатын сөз таптарымен танысатын боламыз. Жақсы балалар, енді баяндауыш дегеніміз қандай сөйлем мүшелері есімізге түсірейікші? Және оның сұрақтары қандай еді? Есімізге түсірейік. Баяндауыш дегеніміз қазақ тіліндегі екі тұлғалы мүшелердің баяндалады. Оның сұрақтары, яғни бастаушының іс-әрекетін сұрақтары болып табылады. Яғни ол не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Жақсы. Енді біз білеміз, балалар құрылысына қарай баяндауыш қандай түрлерге бөлінеді? Отырмайды білеміз, Құрылысына қарай дарға түрлері, бірыңғай және ұйымдар. Жақсы, құрылысына қарай түрге бөлінеді екен. Енді тақтадағы мысалдарды оқып, баяндауыштарды тауып анықтап көрейікші. Кім оқиды? Ауыл Доскөлінің өңірдегі көкорай шалғын бәйшешекке қонды. Ол мысалдың баяндаушы ол қонды. Жақсы. Ал құрылысына қарай ол дара. Жақсы, өте жақсы. Жоқ. Келесі. Көкбай еріксіз тігіп қалды. Енді Базаралы сөйлей жөнелді. Бізде баяндаушы біріншісінде тыңдап қалды, ал екіншісінде сөйлей жөнелді.
бұл бізде баяндауыштың түрі күрделі болып табылады. Күрделі баяндауыш жатады екен, жақсы. Келесі үшінші мысалды қолданамыз. Ауа тұтынық, тап-таза, жүрекке жұмсақ. Бұл мысалда баяндауыш ол тұтынық, таза, не жұмсақ. Құрылысына қарай ол бірыңғай. Бірыңғай баяндауыш екен, жақсы. Келесі төртінші сөйлемді Расул оқыңыз. ұсақ ұшын қысы сіресіп алып түпке тұрмайтындар. Бұл мысалда бізде баяндауыш түпке тұрмайтындар, ал құрылысына қарай ол үйірлі болады. Үйірлі баяндауыш, жақсы, тамаша, жақсы балалар. Енді балалар біз баяндауыш бола алатын сөз таптарын анықтауымыз керек. Ол үшін біз қазір сөйлемді тақтада жазып, талдап көрейік те, содан кейін қай сөз табынан болатынын анықтайық. Бүгінгі күнді және тақырыпты жазайық. Дәптерімізді ашамыз. Қымақтаға шыққысы келеді. Сөйлемді талдайтын боламыз. Жақсыны болайын. Ол ит қора жайды қалаша салмаған. Жазамыз. Бұл ит қора жайды қалаша салмаған. Бұл сөйлемде баяндауыш сөз салмаған болады. Себебі ол не істеген деген сұраққа жауап береді. Жақсы. Және осы сөйлемде сөз табы етістік болады. Етістіктен жасалған, е? Баяндауыш етістіктен жасалған. Жақсы, отырамын. Сымбатты, биік және сымбат. Бұл жердегі баяндауыш ол биік, не сымбат. Ал бұл сөз табы бойынша сын болады. Себебі қандай деген сұраққа жауап қандай биік, қандай сымбат. Жақып бай осы қаладағы айналалы саудагер. Осы сөйлемдегі баяндауышымыз бізде саудагер болады. Саудагер. Бұл сөз талаптарына қарай зат есім болады. Зат есіммен жасалған. Жақсы. Келесі. Күндіз екеу, түнде төртеу. Жақсы, жазамыз. Осы сөйлемде бізде екі баяндауыш бар. Біріншісі бізде екеу, ал екіншісі төртеу. Бұл сөйлемнің сөз табы бізде сан есім болады. Бұл жаңағы баяндауыштар нешеу деген сұрақтарға жауап береді. Мен ағайынды екеумін, біреу өзім, екіншісі халқым. Жақсы, жазамыз. Осы жерде баяндауыш өзім. Өзім деген ол есімдік болып саналады. Дұрыс. Сонымен балалар баяндауыштар қай сөз таптарынан жасалады екен? Есімдіктен ерту сөзден жасалған. Бесінші тапсырмада балалар қаншадан алды деген мәтін берілген. Қазір осы мәтінді бірінші мәнерлеп оқыңыз. Одан кейін екі топқа мына кестесі бойынша жұмыс жасауға тапсырма беріледі. Яғни бұл жердегі сұрақтарды толтырып жазуымыз керек. Бірінші топқа және екінші топқа. Мәтінді кім оқиды мәнерлеп? Жақсы оқиды. Бір дана патша өмір сүріпті. Бір күні оған ұлы, әкесінің үйдің бәрі дана көреген ақылды сыйлайды. Сен осы талапты қайдан оқып қойдың? Қандай кітаптар оқыдың? Сені қандай мұғалімдер оқытты деп сұрап қояды. Сондай Мәтіндегі үш тірек сөзді табыңыз. Бұл бізде патша, табиғат, даналық. Мәтіндегі негізгі ойды анықтаңдар. Даналық өмірден көргенді үйрену. мәтінде басқа тақырып таңданды. Даналық сабағы. Мәтіннің үш сөйлемнен тұлаулы мүшелерін табыңдар. Патша өмір сүрді, ұстаздар болды және мен оқыдым. Балалар, тақтаға шыққан балалар, екі балдар бірге отыруды ұмытпаймыз. Жақсы, аралай қағаздарын саламызды. Осы қалташаларға біз қазір сөйлемдерді оқып, қай сөздердің жасалғанын анықтап,
әр сөйлемді өзінің қалташасына орналастыратын боламыз. Бір-бірден шығып, мына жердегі сөйлемдерді алып, оқып, содан кейін қалташаға орналастырасыздар. Кім шықсы келеді? Мадина. Түнгі далада жорғалардың қозғалысы тырс-тырс. Бұл бізде баяндаушы тырс-тырс, ол бізде еліктеу. Еліктеу сөйлем жасалған дұрыс. Келесі. Сирек өсімдіктердің кейбір түрі елімізде үшеу ғана. Үшеу ғана, иә, баяндауыш. Баяндаушы станициямен жасалған. Станициямен жасалған, жақсы. Мысалға қызыл қарапайым өсімдік. Қызғалдақ ол баяндауыш болып, ал сөз Қызғалдақ қызыл кітапқа енген өсімдік, иә? Баяндаушы өсімдік. Жақсы орналастырамыз. Келесі. Табиғатты қорғауға жауапты біз. Бұл сөйлемде баяндаушы біз. Бұл бізде есімдік. Есімдіктен жасалған. Жақсы. Келесі. Көрген саны жылдан жылға азайды. Ол бізде азайды. Баяндауыш. Қай сөздермен жасалған? Етістік. Етістіктен жасалған. Жақсы. Тағы да кім? Ол бара жатқан жануарларды қорғау маңызды. Бұл жерде баяндауыш маңызды. Қай сөздермен жасалған? Сын есіммен. Сын есіммен жасалған. Дұрыс. Қаңқ ете қалды. Бұл сөйлемде баяндауыш сөйлем қаңқ ете қалды. Қаңқ ете қалды. Ол бізде Еліктеу үшін жасалған. Жақсы. Қар барысын қорғау үшін арнайы ұрықтар ашылды. Ол бізде Ашылды, иә? ол баяндауыш. Баяндауыш. Қай сөздермен жасалған? Етістік. Етістіктен жасалған. Ашылды, иә, баяндауыш. Жақсы. Жақсы балалар. Біз сонымен баяндауыш болатын сөз таптарын анықтадық, иә? Балалар, сонымен біз сабақтың соңына да жеттік. Қазір мына жерде біз тақтамен тест тапсырмасын орындайтын боламыз. Келіп, сұрақтарға жауап берсеңіздер болады. Баяндауышы зат есіммен жасалған сөйлемді көрсетіңіз. Менің арманым дәрігер болу. Жақсы. Дұрыс. күрделі баяндаушты табыңыз. Ол хат жазып отыр. Дұрыс. Жақсы. Қызметін атқарып тұрған сан есімді табыңыз. Жақсы. Дұрыс. Қай сөйлемде баяндауыш тұйық етістіктен жасалған. Мақсаттан жақсы оқу. Дұрыс. Дұрыс. Çok жақсы. Еңбекші аяғы өмір үйретеді. Баяндауыштар бізде үйретеді. Дұрыс. Жақсы бағаларымызды белгілеп отыруды ұмытпаймыз. Сонымен кері байланыс бізде шырағым сөйлесін деп аталады. Бұл жерде ұнаған тапсырма үшін жасыл шырағым таңдаймыз. Қиындық тудырған тапсырмаларда қызыл түсті шырақты таңдаймыз. Және қандай қиыншылықтар болды оған көк шамшырақты таңдаймыз боламыз. Тапсырмалар ұнаған екен, иә, оқушылар? Жақсы. Енді бағалауға келдік. Бағалау шкаласы бойынша кім ең жоғарғы 10 балл жиналды? Жақсы. Кімде 9 балл? Бағымызда жақсы балдар жинады, бесте балдар. Енді үй жұмысына назар аударайық. Кітаптың жазылғанымыз 8-ші бетіндегі 60 тапсырманы үйде орындаймыз. Табиғатты аялай, немесе адам және табиғат атты тақырыбында эссе жазып келесіздер.